Қазақ әдебиетінің тарихында өзіндік орны бар көрнекті жазушы, драматург Тахауи Ахтанов 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Шалқар ауданы Шетірхыз селосында туған. 1940 жылы Абай атында Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде өзі сұранып майданға аттанады. Алғашқы әдеби көркем шығармалары өлең очерктерінде Майдан газеттерінің бетінде жарияланды. 1948 жылы әскер қатарынан босағаннан кейін әдеби еңбекпен айналысады. Алғашқы өлеңдері «Жастар дауысы» деп аталатын ұжымдық жинақта жарық көрді. Осы кезде оның әдеби-сын мақалалары молырақ басылып, алғашқы монографиялық зерттеу еңбегі жарияланды. Әйтсе де, жазушының өнімді де жемісті еңбек еткен жанрлары проза мен драматургия. Баспасөз бетінде алғаш жарық көрген әңгімесі «Ки аңызы». 1956 жылы «Қаһарлы күндер» атты романы жарық көрді. «Дала сыры» повесі үшін авторға 1966 жылы Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы берілді. 1967 жылы жазылған «Сәуле» драмасы, одан кейінгі «Боран», «Ант», «Әке мен бала» драмалары қазақ сахнасының өміршең туындыларына айналды. «Махаббат мұны», «Күтпеген кездесу» драмалары, «Арыстанның сыбағасы», «Күшік кеу» комедиялары қазақ, орыс және туысқан халықтар сахнасында көрінді. Толстойдың «Азапты сапарда» трилогиясын, Горкийдің әңгімелерін қазақ тіліне аударды. Көркем әдебиет баспасында редактор, бөлім меңгерушісі, киностудияда сценарий бөлімінің бастығы, әдебиет және искусство жұлдыз журналының редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, көркем өнер бас басқармасының бастығы, республикалық кітап палатасының директоры сияқты жауапты қызметтер атқарды. Екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен, 2 рет Қызыл жұлдыз, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендермен марапатталған. Қаламгерге Қазақстанның халық жазушысы атағы берілген.